Достар, бара жатқан жеріміз қай жер? Мына жер Мәдина қаласындағы Жаннатул Бақи қабірстаны. Мыңдаған сахабалар жерленген жер. 10 мыңдаған, е? Иә, 10 мыңдаған. Пайғамбарымыздың Азважи Мутахара, таза пәк жұбайлары, ұрпақтары осы жерде жерленген. Үлкен зиярат орны иншалла. Медина қаласында қайтыс болған кісілерді де осы жерде жерлейді, ұстаз? Иә, Медина қаласына қажылық өміріне келген адамдар да осы жерде. Жаназа. Бәріміздің баратын жеріміз осы міне. Мұсылман бауырлар, бәріміздің баратын жеріміз. Осы бір 2 метр квадрат жер. Бәріміздің баратын жеріміз. Өлімді еске алып тұрыңдар дейді ғой, өлімді еске алып тұрыңдар дейді өлімді. Мына 2 метр квадрат жер. Қабіріміз, бәріміздің баратын жеріміз. Осы өмірде жинаған там дүние, балашаға бәрі қалады. Ештеме, өзіңмен ештеме әкетпейсің. 4 метр, 2 метр матадан басқа ештеме. Яғни амалдарыңды ғана алып кетесің. Сол үшін достар, өлімді еске алып тұру керек. Біз кейде жүреміз ғой, өмірде жүреміз кейде. Мәңгі өмір сүретіндей жүреміз мысалы. Мәңгі өмір сүрмейміз достар, міне. Біреуге ерте келеді өлім, біреуге кеш келеді. Бірақ бәріміздің кететін жеріміз осы. Достар, бір-бірімізбен ұрыспайық, бір-біріміз жамандамайық. Бәріміздің баратын жеріміз осы достар, міне. Көріп тұрсыздар ғой. Бұл жерде 3 жылдан кейін адамның денесі жоқ болып кетеді дейді. Яғни сонда қасиеті бар. Енді ойлаңыз, мысалы, қанша күн болды Медина қаласында. Бүгін 2-ші күн, таңертеңнен қарағанда, мысалы, 5-6 адам кем дегенде бәленбай адам күніне кетіп жатыр. Кейбір адамдар осы жерде жан тапсырсам деп армандайды, өйткені пайғамбарымыздың шапағатына бөленетін міне осы кісілер. Біз жүрміз Кеңсайда 2 метр, 4 метр, 5 метр кесенелер салып, олай болмайды достар. Міне пайғамбарымыздың үмбетіміз, мұсылманымыз десеңіздер, міне бір тас қана қояды екен бұл. Ал бізде өлгенге дейін сыйламаймыз да адамды, өлгеннен кейін сыйлаймыз. Оған тас саламыз, үлкен зәулім үй саламыз. Ода тұрған түк пайдасы жоқ, өйткені адам тірі кезінде жақсы нәрселер істемесең, баратын жеріміз осы, соны білу керек. Өлімді еске ал, дейді ғой. Бұл кісілерде қандай армандар болды. Біреу ойлады, ертең мен зәулім үй салам, біреу ойлады. Енді бұл, яғни Меккеге келген адамдар олай болды деп ойламаймын енді. Жалпы айтқанда, адамдар жүреміз сайраңдап, ертең күнімізді ойламаймыз. Бүгін бармыз, ертең жоқпыз. Бірақ ертең ақыретте соған жауап береміз. Сол себептен достар, шын ниетпен Аллаға сиынып, иман, сауаптар жинайық. Бәрімізді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үмбеттерінен қылсын. Ертең Алланың рахымына бөленіп, біз де жаннаттан табылайық. Міне достар, көрдіңіздер ғой. Кеңсай, ата енді айтып өтіңізші. Мына жерде Кеңсайда мысалды зәулім қылып салат деймді. 2 метр қылып. Негізі ол адам өлгеннен кейін дұрыс емес қой енді, шынымен де, ол. Иә, мынандай жерде қанша адам жатыр мысалы да. Өз жерге бізде бір-ақ адамды жатқызады мысалы. Ол амалдан басқа түк, ол өлгеннен кейін онда
2 этаж, иә, 2 этаж салып берген, одан пайда жоқ. Тірі кезінде құрметтемесек, қадірлемесек, сол айтайын дегенім осы. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Картадан бұла қай жерде жүрміз, айтып кетсеңіз. Қазір мына жақтан кірдік. Мына жаққа қарай үстіне қарай көтеріліп жатырмыз. Қазір мына жаққа барып, Әйел адамдарды қай жерге жерлеген, ер адамдарды қай жерге жерлеген, о жағын. ол жаққа әртүрлі жерлерге. Иә. Бас жағында пайғамбарымыздың үйлері. Басында кіре берсең. Пайғамбарымыз, сахабалар, оның пайғамбарымыздың отбасыларынан көп кісілер осында жатыр. Міне, достар. Медина қаласында, Мекке қаласында өмірден осса, мысалы, олардың жандары жаннатқа сұраусыз кіріледі деген екен. Міне, достар, қандай бақытты адамдар, бұлай қарап отырсаң, осында жатқан кісілер бақытты адамдар да. Ойлану керек сол үшін.